Ағайын, менің парақшамдағы барша достар, бүгін енді сіздердің құрметтеріңізге 2026 жылғы жасалған стильдер мен дыбыстар сіздерге көрсетіп болам. Бұған енді арнайы 3 камерамен түсіріп отырмын. Ортада бір камера, оң жақтан және сол жақтан. Енді сіздерге жаңағы 2025 жылы хит болған Гүл алашақ деген әнді білесіздер. Гүл алашақ, сол стильді арнайы жасадық. Оған 4 түрлі дыбыс қойылды мына жерде. Осылай жаңа дыбыстармен жасалған. Мына жерде аккордеон дауысы, сосын мына жерде флейта, шаху деген жаңағы. Екеуін қосқанда кішкене әдемі шығады. Одан кейін флейта солоға. Одан кейін брас, бұл да жаңа жасалған дыбыс. Ал кеттік, мына стиль интросымен жазылған. Бұл әнді мен сіздерге орындап берейін. Әрине бізде Yamaha PSR SX920-да осы екінші дауыс қосылады, ревер, холл бәрі бар мына жерде. Ревер қосылды, міне делайды қосайық. Делайды мына жердегі жақындатайын сіздерге. Делайды мына жерде. Delay time дегенде 2 end дегенге қойсақ әдем болады. Деlayды 10-ға, реверді 22-ге қойық. Сосын екінші дауысты 66-ға қойсақ, мына жерде Chord XG дегенге қойсаңыздар әдем болады екінші дауыс. Ақша табарсың, көлік аларсың, зәулімей саларсың. Сол гитарист қалма есімнен, көңілімді аларсың. Ақша табарсың, көлік аларсың, зәулімей саларсың. Сол гитарист қалма есімнен, көңілімді аларсың. Мен саған жоқ демеймін, асықпа бірақ көрейін ойланып, Мен саған жоқ демеймін, асықпа бірақ көрейін ойланып. Мына жерде интро келеді достар. Бірге ойнап отырсаңыздар да болады. Енді дыбыспен ойнаймыз. Құрметті достар, міне осылай жаңа стиль осылай жасалды, дыбыстар осылай қосылды. Енді бұл стиль SX720, 920 және SX900 және Genus 1, Genus 2 модельдерінде қазір жасалды. Өйткені бұған қолданатын дыбыстар мен стильдерді енді бір стильді орнатуға болады жаңа SX600-ге.
Бирок эски стилдер менен косуп мурунку жаңа стилдердин баардыгын аралашып неткенге сыйымдылыктары үлкөн болот. Сол үчүн де жанагы бул азыркы кезде ESX 720, ESX 700, ESX 720, ESX 920, 900, Genus 1, Genus 2 арналып жасалды. Сосын сурактар болсо кабарласыңыздар. Маған ункат нөмүрүмө WhatsApp'ка кабарлассаңыздар болот. Сиздерге рахмет. Сиздер менен болгон әрине Ершат Болотұлы. Және де осындай әндерге түсініктір кандай әндердің стили керек болса маған жазып коюңуздар. Сол әндердің стилин жасап өздеріңізбен бөлісуге тырысамын. Рахмет.